Есіңде ме, беймаза ана? Менің тұңғыш ертегім? Сол бір жылы тентек балаң күзге қалып, мектеп саған ұят айтты. Жөндеп үйрет мықтыны деген сөз жүрегіңе қадалғандай еді. Сен сонда маған бір қалың кітап әкелдің. Қарапайым, бірақ ішінде тұтас бір әлем жатқан кітап. Сол күннен бастап бар уақытыңды менің қасымда өткізіп, үй тігіп отырғансың, өрнек салып отырғансың. Ал мен 3-4 сағат тірбетпей кітапқа үңілуші едім. Достарым тау ішінде асыр салып жүрген шақта, мен үйде отырып батырлар әлемін аралап кеттім. Тайбурылдың жер тарпып, көкке шапшыған сәтін көрдім. Қыран қанат пырақтар мені алысқа жетелегендей болды. Сол әлемге кіріп кеткенім сонша қайта оралмайтындай көрінді. Ойнап жүріп те батыр болуға тырыстым. Ағаш қылышпен жауларды қуа жүріп, әлсіздерге тиіспей, әділдік іздедім. Бала деген балада, қиялға да тез сенеді, арманына да тез беріледі. Ал сен, үйде шаршап жүрдің. Кейде күліп, кейде уайымдап. Мен кітаптан бас алмай отырған сайын тіпті алаңдайтынсың. Көзің нашарлап қалады, деп ұрсатынсың. Тауға барып таза ауа жұтсаңшы, деп ашуланатынсың. Бірақ мен болсам, кітап бетінен ажырағым келмейтін. Жыламсырап, тағы біраз оқиыншы, бір-ақ рет рұқсат па, деп жалынатымын. Сөйтіп бір жыл өтті. Көрпе астында жатып оқитын болдым. Өйткені кітап менің терезем, менің қанатым болды. Сен кейде ашуланып айтатынсың, соқыр болып қаласың, деп. Бірақ қайран ана, дәл сол кітаптар менің көзімді ашты. Жүрегімді оятты, арманымды үлкейтті. Мен оралмаған жоқпын. Мен сол әлеммен бірге өстім. Ал сен, сол кезден бастап менің жанымнан табылып, үнсіз ғана дем беріп келесің. Қандай бақыт! Ана мейірімі мен баланың арманы бір жолда тоғысқанда.